Алматы облысында 30 отбасы өз пәтерлеріне кіре алмай жүр. Қаскелеңдегі тұрғын үй кешеніне қаражат құйғандар баспаналарының кілтін былтыр алу керек болған. Бірақ құрылыстың 90% аяқталса да, жылуы мен жарығы әлі күнге дейін тартылмай отыр. Оған құрылысқа жауапты мердігерлер арасындағы дау себеп. Бірі қазір қамауда, екіншісі банкке берешек болып, үй тұрған аумақты сонда кепілге қойған дейді тұрғындар. Ал зардабын қарапайым үлескерлер тартуда. Тілшіміз Нұртілеу Жылқышыбай толығырақ айтып берсін. Үш қабатты МАК тұрғын үй кешеніне ақша құйып, енді сенделіп қалғандардың бірі Маржан Орысбек. 2 жыл бұрын 2 бөлмелі пәтер үшін 13 миллион теңге төлеген. Жыл соңына дейін кілтін алу керек еді, бірақ әлі күнге дейін өз үйіне кіре алмай жүр. Мен жартылай өзім жинаған ақшам болатын, және де деген жартылай несие алдым. Жетпеген жұмыс істеп жүрмін. Әрине де маған қазір қиын. Мен өзім туысқаным үйінде тұрып жатырмын. Мысалы, өзімнің үйім болу керек деп ойлаймын. Осынша жасқа келіп деген ақшанды деген беріп, енді міне сендерге жоқ ештеңке деп. Пәтеріне кіре алмай жүрген жалпы 30 адам, бәрі ақшасын төлегендер. Құрылысы қызу жүріп, былтыр 90% аяқталған. Тек жылу мен жарықты ғана тарту қалыпты. Әне міне кілті беріледі деген кезде жұрт бүткіл үйдің банкте кепілде тұрғанын естіп шошыған. Сөйтсе, үйді соққан құрылыс компаниясының серіктесі бар екен. Ол болса сол жердің қожайыны. Қорыта айтқанда, меншік иесінің банк алдында да, ел алдында да берешегі бастан асады дейді тұрғындар. Утебаева Қарлығаш осы Тареда мен біздің халық, біздің инвесторлардың ақшасының 255 миллион жымқырған. Енді қазір мән жайын роводы білмей, генеральный директор ТО Тареданың Жүнісова Жәмиляны қамауға алды. Енді қазір, мысалы, Утебаева Қарлығаш уже бұл үйді бірез крыша кезетіне қойған, сайтқа сатуға қойылған. Ол мысалы біз қазір ешкім бізге гарантия жоқ, ол үйді қайтып сатып жібермейтін. Тареда компанияның несін генеральный директордың қамаудан босатуға ма, жоқ, оның қасына Утебаева Қарлығашты да тогда таком случае Қарлығашты да қамауға алынсын. Компаниядағылар болса үйдің соғылып бітпей жатқанына меншік иесі кінәлі деп отыр. Ал басшыларының қамауға алынғаны заңсыз екеніне сенімді. Ешқандай аудит, ешқандай құрылыс, экспертиза, допрос жүргізілмеген. Соттың тергеу жұмыстары жүргізілмеген. Здание Утебаева Қарлығаш партнердің атында коммуникацияны жүргізу үшін сол кісінің разрешениесі керек, рұқсаты. Бұл кісі егер компанияның атына аударса, барлық құжатты, коммуникацияны өткізіп, уже адамдардың иелері пәтерлерін алушы етті. Күтіп әбден шаршаған қараша полицейлерге арыз сүрген. Тәртіп сақшылары іс алаяқтық бабы бойынша қозғалды дегенді ғана айтып отыр. Қылмыстық істер қозғалып, 190 бабына 3 бөлігі 4 тармағымен қозғалып тұр. Жәмиляға қатысты тергеуде қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Жұрттың полицейлерге де өкпесі қара қазандай. Айтуларынша арыз бірнеше рет жазылса да тергеу созбалаңға салынып кеткен. Үйлі боламын деген арманы орындалмай, салы суға кеткен қараша коммуналдық жүйеге қосуға рұқсат бермей отырған меншік иесінде жазаға тартуын талап етуде. Нұртілеу Жылқышыбай, Дидар Елеу, КТК, Алматы облысы.